Бізде ені 5 сантиметр, қараңыздар, ал ұзындығы 50 сантиметрлік болды міне. Мына жерге дейін келді. Қайырлы күн қыздар. Так, бізде бүгін міне мынандай ою дайын. Бұл бізде мынандай қымбат клеймен жасадық. Мына астында жылтырап тұр. Қарасаңыздар, жай паутинка емес. Жалпы мына жерде дайындап қойдық. Қазір ашпай ақ қояйын деп тұрмын. Бұл оюдың өлшемі бізде 5 сантиметр ені, ұзындығы 50 сантиметрден, және де ішінде мынандай сақ оюлары бар. Тапсырыс жасап жатыр. Бұны біз қазір қаптап қойғаннан қазір ашқым келіп тұрған жоқ. Бұны қойып қояйық. Мен қазір осыдан артық 2 ою ойдық та өзімнің киіп жүрген жилетіме жапсырып алғым келіп тұр. Бұлда негізі тура осындай алдында ою болған, бірақ та мен оны жылып тастадым да, дұрыс кішкене аралар ашылып кеткеннен кейін. Паутинкамен оны қиғанбыз кішкене. Енді қазір осы клейменде жапсырып көргім келіп тұр. Қалай шығатын енді өзімне де қызық. Қазір заодно көремді қалай өзін ұстайтынын, қаншалықты жабысып тұрады, ашылып кете ма дегендей. Алдында да негізі жабыстырды паутинкамен. Ол да біраз жақсы жабысып тұрған болатын. Не болды да ол? Мен жуған кезде жилетті ыстық суға салып жуа салғам ғой басқа киімдермен. Сол кезде жалбырап ашылып қалған ол бізде. Сосын мен алдында жылып тастадым барлығын. Негізі қайтадан былай өтектеп жүрсе жабысуға болушы еді. Так, но бізде міне қазір қымбат клеймен, қалың клеймен жабыстырамыз. Осылай қойып алып, өтегім қызып тұр. Үстінен қазір мата жабамында, хыбы матаны жабамында. Қазір қой. Жабыстырамын. Так. Дұрыс болған сияқты. Так. Жақындатып жүрсем. Жағынан эксперимент болады да, бұл енді өзім күнделікті жұмысқа киіп жүрген жилетім. Так. Енді суығаны күтеміз. Жақсы жабысып қалған сияқты. Сосын екінші жағын жасаймыз. Так, мынау бізде жилеттің екінші жағы алды. Так, тура осылай. Мына жер ме кешегі айтқаның, ет қағаны? Жерліп. Так, қоямыз. Тимей жақын алайын. Солай жүріп болайын. Так. Қазір мына жер кішкене былай көтеріліп, нетіліп қалған, қисайып қалған екен. Бұл негізі неден болды айтайын ба? Кеше мына жерге паутинка бізде клей жетпей қалды да. Біз осы жерге дополнительно өзіміз пергаментқа қойып жалғадық клейді. Сол кезде Мадикош менің көмекші қызым ыстық күйінде көтерген. Содан кейін осындай күйге түсіп қалған деген ба. Бұны негізі жабыстырып алғаннан кейін сондай пергаментке кішкене күту керек. Сол кезде ол өзінің қалпын сақтайды. Клей ыстық күйінде тартқан кезде жаңағыдай бүйтіп майысып қалған ғой, тура сөйтіп қатып қалған. Сосын қазір оны біз осылай аккуратно қоямыз да, өтектеген кезде бүйтіп ровно қылып жабыстырып жібереміз. Так.
ғой өзі. Шаман сияқты. Так, мына жағы чуть, тұрсын. Бірдей болсын. Так. Өтегімізді ертіп тастамайық өтекпен. Так, міне, значит, аккуратно жөндеп аламыз. Үстінен матаны жабамыз. Тура осылай басып тастаймыз. Дайын. Жилеттің бұзылып қалған жерін өтіп салайық кішкене. Все, так. Кішкене алыстан түсіріп жүрмін, киіп алайық. Так, міне қыздар, дайын оюымыз. Қазір киіп көрсетемін. Так, мынау оюдың бізде ені 5 сантиметр, қараңыздар, ал ұзындығы 50 сантиметрлік болды міне. Мына жерге дейін келді. Так. Слайд жалпы міне әдемі, иә?